Бәріне сәлем, мен Павлодар қаласының моралдық қызметкері Темірбай Гүлнат боламын. Бүгінгі сіздерге ұсынатын кітабым ағылшын жазушысы Дэниел Дефоның Робинзон Крузо кітабы. Жалпы 3 ғасырдан астам уақыттан бұрын жазылса да, бұл кітап өзінің актуальдылығын жоғалтқан емес. Жалпы бұл кітап не жайлы? Бұл Шотланд теңізшісінің жүзіп жүріп теңізде айдаладағы бір жерде қалып қоюы. Ол сол жерде қалып қойса да, күнделікті еңбек істеп, өзінің жеген тамағын, басына шатырын ойлап тапқан. Жалпы бұл роман әлем жазушыларының ішінде, мысалы орыс жазушысы Толстойдың сүйікті романының бірі болып табылған екен. Жалпы ол Робинзонға дені дұрыс адам деген сынды айтқан. Өзі де күнде бақша егіп, етік тігіп, хат жазып ойынан өмір сүрген екен. Жалпы балалар әдебиетінің алтын қорына енген бұл кітапты балалардың бәріне оқуға кеңес берер едім. Еңбексүйгіштікке, төзімділікке үйретеді.